Аналарға төленетін төлемдер күрт төмендетіліп жатыр. Еңбек министрлігі бұған бармаса мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры банкрот болуы мүмкін екенін ашық мәлім етті. Ұлттық статистика бюросының дерегінше Қазақстанда демографиялық күйзеліс басталды. Бала туу саны республикада жыл сайын құлдырауда. Ұлттық статистика бюросының хабарлауынша, қазақстандық отбасыларда 2021 жылы 445.875 сәби дүние есігін ашса, 2022 жылы бұл көрсеткіш 408.893, 2023 жылы 388.428, 2024 жыл қорытындысында 365.923 балаға дейін азайып кеткен. Салдарынан Қазақстан 2010 жылғы деңгейіне бірақ құлады. 2010 жылы елде 367.785 бала өмірге келген болатын. Статистикашылар биыл да құлдырау жалғасатынын білдірді. Өйткені бала туу бойынша салыстырмалы түрде жоғары көрсеткіш соңғы рет 2024 жылғы шілдеде тіркеліпті. 33.304 бала дүниеге келді. Содан бері көрсеткіш әрі қарай құлдырауда және кейінгі айлардың бірде-бірі былтырғы шілденің аласа биігіне де жете алмады. Биылғы кейінгі 2.90-ның қорытындысына қарасақ, 2025 жылғы сәуірде 28.766, мамырда 27.000, маусымда 27.000, шілде 30.000, тамызда 27.000, қыркүйекте 29.000 бөбек туылыпты. Ендеше 33.000 түгіл, тіпті 30.000-дық меже де қол бұлғап алыстап бара жатқанға ұқсайды. Әлеуметтік желі мен аналар форумындағы пікірлерден байқалғандай, қазақстандық әйелдердің бала туудан бас тартуына немесе мұны кейінге қалдыруына негізгі себептер қатарында жалақының, табыстың азаюы, ипотека берудің тоқтатылуы немесе қолжетімсіз болуы салдарынан баспаналы болу арманының алыстауы, сондай-ақ декреттік төлемнің қатты азайтылуы аталды. Өз кезегінде Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2025 жылдың басынан бері мемлекеттік жәрдемақыларымен, сондай-ақ мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан бала тууына және баланың 1,5 жасқа толғанға дейінгі күтіміне байланысты жалпы сомасы 692 миллиард теңгені құрайтын төлемдермен 508 мың адамның қамтылғанын жариялады. Bir қарағанда 692 миллиард деген үлкен сома. Алайда осы миллиардтарды 508 мың адамға бөлгенде, жыл басынан бері әр адамға 1.362.000 теңгеден, айына небәрі 136 мың теңгеден келеді. Мұның ішінде бала туғанда берілетін жәрдемақы да, сондай-ақ 1,5 жасқа толғанға дейін бала күтімі бойынша жәрдемақы да бар. Ведомствоның мәліметінше, Қазақстанда жоғары жалақы алатын әйелдердің үлесі әлеуметтік төлем алушылардың небәрі 4-5% ғана құрайды. Олардың құқығын бұзу әділетсіздік болмағаны ма? Қаржыгер Дана Жарлығапова босанған аналарды қолдауға бағытталған жүйенің тағы бір кінәратына назар аудартты. Қолданыстағы заңнама бойынша, егер декретте отырған ана тосыннан табыс тапса, онда оған жәрдемақы төлеу дереу тоқтатылады. Мемлекет мұндай жағдайда бала күтімімен отырған ананы жұмысқа шықты деп есептейді. Яғни, шенеуніктер бала күтімі бойынша жәрдемақы сәби 1,5 жасқа толғанға дейін төленеді деп көлгірсігенімен, өмірде олай бола бермейді. Кез келген мезетте доғарылуы мүмкін. Қаржыгер бір мысал келтірді. Әйел бала туғанға дейін бір мекемеде жұмыс істеді. Бұдан бөлек оның жеке кәсіпкерлігі болған. Бала туғаннан кейін әлгі әйел солардан алып келген миллиондаған табысын жоғалтқанына қарамастан, мемлекет бір жолғы төлем тағайындау кезінде 595 мың теңге табысын ғана есепке алған. Әйел амалсыз соған келісті, сондай-ақ тиісті құжаттар пакетін жинап, ұсынып, ай сайын баланың 1,5 жасқа дейінгі күтіміне азды кем жәрдемақы ала бастады. Басқа ешқандай табысы жоқ. Тосыннан дара кәсіпкер ретінде бұрын көрсеткен қызметі үшін уақытында төленбеген 200 мың теңге ақысы шотына түседі. Осыдан кейін балаға жәрдемақы төлеу тоқтатып тасталған. Бұрынғы қазақстандық дәрігер Салтанат жұмыс тапқан ерімен бірге Өзбекстанға көшіп кетіп, сол елдің азаматтығын алды. Шамалы жұмыс істеді. Қазіргі кезде декретте үйінде отыр. Өзбекстанда декреттік төлем Қазақстандағыдай 1,5 жыл емес, 3 жыл бойы төленеді. Бұл әйелдерді бала тууға және бала күтімімен отыруға ынталандыру үшін жасалған. Әрі қарай елдегі әрбір баланы қорғау үшін ол 18 жасқа толғанша басқа бір жәрдемақы беріледі. Менің 5 балам бар, бәріне аламын. Жәрдемақылар өмір сүруге, азық-түлікке, киім-кешекке, тіпті саяхаттауға жетеді. Қазақстанға қарағанда бізде баға көп арзан екенін ескертті.